Армысыздар достар, қалай қалдарыңыз? Мынау бүгін қозғайын деп отырған тақырыбымыз өте өзекті деп айтсақ болады. Бұл жаңағы әйел ағзасында, болмаса жаңағы ерлердің ағзасында кездесетін патология дейміз, кездесетін ауру дейміз ба, болмаса осы жағдайларға байланысты көп сұрақтар келеді, көп шағымдар түседі. Соған байланысты бүгінгі видеомыз ona жиі дәретке бара берем. Не себепті? Осыған тоқталып кетейік. Олай тоқталмас бұрын біздің видеомызды соңына дейін қарап шығыңыздар. Достарыңызды бөлісіңіздер, және де біздің каналдың дамуына атсалысып кетейік, бәріміз бірігіп. Олай болса, мына көп жағдайларда ерлердің арасында енді көп естимін. Мына біздің Instagram парақшамызға да келіп түседі. Жиі сем, жиі дәретке барам, жиілеп кетті. Не себепті болады осындай жағдай? Ер кісіден де естідім, әйел кісілерден де естідім. Бірінші, мына физиологияға келетін болсақ, қалыпты жағдайларда. Негізі біз сұйықтық қабылдағаннан кейін, мысалы, салқын температурада болса, суық су ішеміз, мысалы, әртүрлі напиткі дейміз, басқа сусындар ішуіміз мүмкін. Осы кезде, мысалы, күннің салқын уақыты болатын болса, ол, мысалы, дәретке жиі жүгіруі мүмкін. Ол физиологиялық фактор болып келуі мүмкін. Өйткені бүйрекке су түскеннен кейін бұл адамның иммундық жүйесін төмендетеді. Соған байланысты біздің бүйректен зәрдің бөлуі жиілеп кетеді. Ал енді мысалы екінші жағдай бар. Бұл жаңағы ешқандай сұйықтық ішпесе де, күн салқындаса болды, дәретке жиі жүгіруі мүмкін. Су ішсін, бір стаканшы ішпесін, оған жаңағы қатысы жоқ, жиілеп кетеді. Бұның бұл жерде бұл кінәрат болуы мүмкін. Егер қуғының функциясы, яғни жиі жиырылуы, гиперрефлекторды, яғни қуық болуы мүмкін, гипорефлекторды қуық болуы мүмкін. Қуықтың нейрогенді дейміз ба, жаңағы мынау қалай түсіндірсем болады. Нервтің осы қуықты жиі жиыруына байланысты зәрге жиі айдап жүгіруі мүмкін. Бұл көп жағдайларда қай кезде болуы мүмкін? Бел тұсындағы зақымдану, травма болуы мүмкін. Мысалы, омыртқаның зақымдануы, нервтің қысылуы болуы мүмкін. Осыған байланысты қуықтың патологиясына алып келіп жатады. Көп жағдайда бұл жағдайлар ДТП кезінде, бел омыртқаларының зақымдануы, нервтің зақымдануы кезінде нейрогенді дисфункция, яғни қуықтың қайта-қайта жиырылуына байланысты зәрдің шыға беруі. Яғни толық зәрдің қуықтан шықпай қалып жатады. Бұл қуықтың өзінің патологиясына кездеседі. Және де мынау екінші жағы бар. Бұл қуықтың астында орналасқан, яғни қуық асты безі. Егер де қуық асты безі үлкейетін болса, қабынатын болса, салқыннан болмаса бактериядан әртүрлі жағдайға байланысты қабынса, ол да мына зәрдің жиі шығуына алып келеді. Оның бір себебі простатит дейміз ба, осы ауруға байланысты болады. Енді үшінші себеп, осы жиі бару себебі қуықтың өзінің қабынуы болуы мүмкін. Яғни цистит, цистоуретрит, мына қуықтың қабырғасының қабынуы осы зәрдің жиі бөлінуіне алып келеді. Өйткені зәр тітіркенетін болғаннан кейін, қуықтың қабырғасы тітіркенетін болғаннан кейін, қуықтың ішіндегі зәрді жиі жиырады. Соған байланысты зәрге жиі жүгіру кездеседі. Енді бұл бірінші ер балалардың арасында цистоуретрит болуы мүмкін, простатит болуы мүмкін. Әйел кісілердің ағзасы кездесетін жағдай болса, бұл көп жағдайларда мына цистит ауруы, яғни қуықтың өзінің қабынуы. Оның ішінде бөлінеді жаңағы шеечный цистит, қуықтың мойнының қабынуы, қуықтың қабырғасының қабынуы. Осы әйел кісілерде болып жатады. Көбінесе әйел кісілерде болатын себеп бұл патогенді бактериялардың жыныс өрпі жолына түсу арқылы қабыну мүмкін, жаңағы бір терлеп тұрып, жерде отырып, салқын өтуі мүмкін. Соған байланысты қуынан суықтап қалғанда цистит болып кездеседі. Ал енді осылардың қандай шешімдері бар? Қалай диагностика жасау керек алдымен? Яғни егер ондай жағдай бастапқы кезде байқалатын болса, физиологиялық фактор қайталанатын болса, әрине бұны тексеру керек. Яғни қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі, ерлер болса, және де мына қуық асты безін тексеру, әйел кісілер болатын болса, мына қуығын тексеру, және де мына зәрді тексеру. Зәрдің жалпы анализі, қанның анализі, сонымен қатар мына бакпасев, яғни мына зәрді бактериялар тексеру. Бактериялар бар ма, осы қуықты қабындыруға қатысы бар. Стафилококк па, жүрде көкірек тақшасы ма, клепсиела ма, тағы басқа бактериялар болуы мүмкін, жыныстық аурулар ма, соны анықтау керек. Енді достар, мына шешіміне келетін болсақ, бұның емдеу жолдары. Бірінші, консерватив ем жүргізіледі. Әрине бұның барлығында цистит болсын, уретрит болсын, әйел кісіде кездессін, ер кісіде кездессін. Екінші жағдайлар бар, мысалы, мына амбулаторлық жағдайларда, стационарда ем жасау керек болады. Әрине бұл жерде дәрігер қарап тексергеннен кейін диагноз қою керек. Оны тексеретін
әрине уролог дәрігер тексеру керек. Осы мамандар жоқ болатын болса, жергілікті жерде терапевт дәрігерлерде, басқа мамандарда осы тексеруді жүргізе алады. Олай болса, достар, бүгінгі видеомыз ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесіде қандай тақырыпты қозғаймыз, осыған өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Міндетті түрде сіздің пікіріңізбен біз пікір алмасатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.